Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін үй жағдайында цезарь салатын жасаймыз. Ол үшін тауықтың төс етін осылай вилкамен тесіп шығамыз, кейін тұз саламыз. Екі бетіне де тұз салып шығамыз. Паприкамызды да тоже екі бетіне жағып шығамыз. Одан кейін сұйық май, ол да екі бетіне жағылады. Кейін прованская траваны қосып, фольгамен орап бетін 180 градуста қызып тұрған пеште салып аламыз. Одан кейін ішіндегі жапырақтарын дайындаймыз. Корейский жапырақты алып, ортасындағы діңгегін алып тастаймыз. Сосын жапырақтарды бөліп шығамыз. Кейін жұмыртқасын, черри помидорын, барлығын турай береміз. Одан кейін төс етімізді алып, осылай видеодағыдай етіп турап аламыз. Неке черри помидорды турап жатырмын. Енді мен Хейнздің цезарь салатына арналған майонезін қостым. Жартысын неке ішіне қосып салып жатырмын. Одан кейін майонез, тұзын салуды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып, тарелкамызға орналастырамыз. Бетіне әдемілік үшін черридан, жұмыртқадан және тауықтың төс етін алып қалдым. Неке осылай әдемі подачамен ұсынсаңыз болады.